Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Жаңа сабақты бастау үшін кім тапқыр әдісін қолданып сұрақтарға жауап береміз. Көбейтудің компоненттері: бірінші көбейткіш, екінші көбейткіш, көбейтіндінің мәні, дұрыс, жарайсың. Бөлудің компоненттері: дұрыс, бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні. Бірінші көбейткішті табу үшін не істейміз, балақай? Көбейтіндінің мәнін екінші көбейткішке бөлу керек. Жарайсың. Бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлу керек. Өте жақсы. Көп таңбалы сандарға мысал келтір. Дұрыс. 6052, 10200 және тағы да басқасы. Ал енді осы сұрақтардан сонда біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Жарайсың, балақай. Көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу. Оны біз 3 тілде айтып көрейік. Көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу. Письменное деление многозначных чисел. Writing the distribution of multi-digit numbers. Окей, well done. Біздің сабағымыздың мақсаты көп таңбалы сандарды жазбаша бөлуге үйренесің. Оны біз келесі тапсырмалар арқылы мақсатқа жететін боламыз. Осы жерде ең алдымен түсіндіретін болсақ, бұл біздің сабағымыздың ең басты алгоритмі болып есептеледі. Яғни, бұл жерде барлығымыз кестеге назар аударамыз. Ең алдымен нөлдерді қысқартамын. Содан кейін бірінші толымсыз бөлінгіш, яғни 299, 299-ды 46-ға бөлемін. 6-дан беремін. Қалдықты табамын, ол 23-ке тең. 0-ді түсіремін. Екінші толымсыз бөлінгіш 230. 230-ды 46-ға бөлемін, 5-тен беремін және 230 шықты. Тексеремін. Қалдық 0-ге тең. Сонда бөліндінің мәні 65-ке тең. Дәл осы мысал бойынша келесі есептерді орындаймыз. Есептерге назар аударамыз. Жарайсыңдар, балақайлар. Уақыт өткеннен кейін біз жауаптарын тексереміз. Келесі слайдта жауаптарын көрейік. Бірінші баған, яғни 85 шықты. Келесі баған бойынша 64 саны. Келесі көп таңбалы сандарды бөлгенде 35 шықты. Және төртінші баған 38. Келесі бағанда 25. Және соңғы 35. Сонда бұл біз осы тапсырмаларды қандай әдіс бойынша шығардық? Дұрыс, көп таңбалы сандарды жазбаша бөлу арқылы, алгоритм арқылы баған бойынша шығардық. Жарайсыңдар, балақайлар. Осы тапсырма арқылы біз бүгінгі мақсатқа жеттік. Яғни, көп таңбалы сандарды жазбаша бөлуге үйрендік. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Төменде берілген есептердің қатар бойынша мәнін тауып, олардың қосындысын тап. Әр қатар өзінің есептерін шығарып, содан кейін шыққан жауаптардың бәрін қосындысын табуы тиіс. Уақыт өткеннен кейін тапсырмаларды тексереміз. Қатар бойынша шыққан жауаппен теңестір. Бірінші қатар
709.330. Екінші қатар 385.731. Үшінші қатар 796.222. Төртінші қатар 808.280. Жарайсыңдар. Осы жерден біздің Қостанай облысымыздың тумасы кім деп есептейсіңдер? Жарайсыңдар, балақайлар. Ахмет Байтұрсынұлы. Жергілікті компонентті де ұмытпайық. Ахмет Байтұрсынұлы ол кім? Дұрыс, ұлы ақын, жазушы. Ахмет Байтұрсынұлы қай жердің тумасы? Жарайсыңдар, ол біздің қоңыр топырағымыздың Қостанай облысынан тумасы болып есептеледі. Ал Ахмет Байтұрсынов атындағы қандай мекемелерді, жерлерді білесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Көптеген музейлер, сонымен қатар Қостанай облысындағы Ахмет Байтұрсын атындағы университет бар. Жарайсыңдар, балақайлар. Өте керемет. Сіздер әдебиетті де біледі екенсіздер. Сонда бүгінгі біздің сабағымызды қорытындылау мақсатында бір-бірімізді, өзімізді әсіресе тексерейік. Яғни, сабақта барлығы түсінікті болса, қолыңды күшті деп көрсек. Ал егер біліміңді толықтырғың келсе, 3 рет шапалақта. Сабақ бойынша көмек керек болса, қолыңды жоғары көтер. Жарайсыңдар, тамаша. Бүгінгі сабақты түсінеді деген ойдамын. Сондықтан да сау болыңыздар, сабақ аяқталды.